Қызым, маған көмектесіп жібере қойшы. Қазір, анашым. Қызым? Қазір, мам. Қызым? Туф, қазір дедім ғой. Бір отбасының ғана емес, бүтін бір ұлттың қалыптасуына әсер ететін тұлға ана екені даусыз. Ал бүгінгі ана кешегі бойжеткен қыз. Сондықтан отбасындағы қыз бала тәрбиесіне баса назар аударған жөн. Қыз бала ол өмірге келгеннен кейін тайдай бір жүре бастағаннан бастап қыз бала өз бетімен тіршілік жасап үйрену керек. Өзінің жас ерекшелігіне байланысты үйде тұрмыстық тіршілікке араласу. Оған қатты көңіл бөлу керек. Неге? Себебі бұл маңызды. Ол екінші жағынан бұл терапия. Қызға қырық үйден тыйым дейді дана қазақ. Қызыңызды осы қағидамен өсірсеңіз, ертең өкінбейтініңіз анық. Сонымен қыз баланы тәрбиелеуде қандай ережелерге мән беру керек? Ең бастысы оны өтірік өсек аяннан аулақ ұстаған жөн. Өзіне пайдасы тиетін жаңа дүниелерге қызығушылығын оятыңыз. Кітапқа деген ынтасын арттырыңыз. Оған қоса үнемі ізденіс үстінде болғаны дұрыс. Кішкентайынан кішіпейіл болуға, мейірімділікке, әдептілікке баулып, туғандарына қамқорлық көрсетуге үйретіңіз. Сонда сіз оның бойында бауырмалдық, жанашырлық сияқты игі қасиеттерді дамыта аласыз. Кез келген жерде өзін дұрыс ұстау қыз бала үшін өте маңызды екенін түсіндіріңіз. Мысалы, шалқайып жатпа. Есікті керме. Талтайып отырма. Асығып үсігіп жүрме. Алдымен өзіңнен үлкенге жол бер деген сияқты тіркестерді күнделікті айтып, дағдыландырып отырғаныңыз өте орынды болады. Талғампаз, әдемілік пен сұлулықты жаны сүйетін қыз өсіргіңіз келсе, ерте бастан қолөнерге баулыған жөн. Қолына ине жіп ұстай алатын қыз жан-жақты ширақ әрі сабырлы болады. Аналар ертеден қыздың киім киісіне ерекше көңіл бөлген. Сол әдеттен айнымай қыз балаға киіну әдебін де үйреткеніңіз жөн. Анашым, сіз отыра беріңіз, мен өзім көмектесейін. Болмысына қарап көзіңіз, әдебі мен тәрбиесіне қарап көңіліңіз қуанатын аруларды тәрбиелеу сізбен біздің қолымызда.